Баршаға сәлем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Жәнібекті қажыту ма? Әлемхан ұлының келесі айқасына қатысты күтпеген жайттар болып жатыр. 7 қарашада орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлемхан ұлы мен британиялық Хамза Ширазға келісімге келу үшін берілген мерзім аяқталды. WBO негізі 4 қарашаға дейін ғана уақыт берген, кейін оны 7 қарашаға дейін тағы созды. Бүгінгі күнге промоутерлік сауда белгіленді, бірақ ол өткен жоқ, себебі белгісіз деді. Белгіленген инсайдер Дэн Раффелд сөзінше сауда кейінге қалды, басқа мәлімет әзірге жоқ. Қарсыласын нокаутқа түсірген қазақ боксшы жекпе-жектен шеттелді. Калифорния штаты атлетикалық комиссиясы 2 орта салмақтағы боксшы Бек Нурмағамбетті қазан айының соңына дейін жекпе-жектерден шеттелді. Бұл алдына алуға бағытталған және боксшының қалыпқа келу үшін қолданылатын медициналық сипатқа шара. Бек кейінгі 26 қазанға қараған түні Сан-Джасинтодағы Калифорния штаты ақш бокс кешені қатысты қазақ боксшысы қарсыласы бандит лақап аты мексикалық Хоакин Муриета Лусио болды. Жекпе-жек 8 раундқа есептелген болатын. Алайда Бек қарсыласын екіншісінде нокаутқа түсірді. Лусио да бастапқы қазан айының соңына дейін шеттелген еді. Алайда кейін комиссия мерзімді 9 желтоқсанға дейін ұзартты. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.